Ораза ұстағандар үшін мұстахаб, яғни ұнамды нәрселер. Ораза ұстағандарға мына нәрселерді жасау мұстахаб, яғни ұнамды, сауапты, бірақ міндет емес. Біріншіден, бір жұтым су болса да, сәресіде тұрып ішіп жеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл тұрғыда сәресіге тұрыңдар, өйткені сәресінің тамағында берекет бар. Басқа бір хадисінде сәресі тамағы берекет, бір жұтым су да болсын, оны тастамаңдар. Өйткені Аллах сәресіде тамақтанғандарға рахымдылық етіп періштелерді олар үшін кешірім тілейді екен. Екінші, шапақ атқанға дейін сәресіні кешіктіру де мұстахаб. Пайғамбарымыз үмбетім ауыз ашарда асығып, ал сәресіні кешіктірген уақытта әрқашан жақсылықта деген екен. Екіншіден, ауызды ақшам намазын оқымай тұрып ашу. Намазда адамның көңілі ауыз ашуға ауып тұратындықтан ауыз ашуға асығу мұстахаб. Бұған жоғарыда айтылған хадис куә. Сонымен қатар ауызды құрма мен сумен ашу сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай ашқан. Аузы берік жандармен бірге ауыз ашу және де жоқ жітіктер мен кедейлерге қол ұшын беру мұстахаб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: аузы берік жанды ауызашарға шақырып тамақ берген адам ораза ұстаған адамның алатынындай сауап алады. Аузы берік адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді. Және де таң уақыты кірмей жүніптіктен тазалану. Хайызы мен нифасы бар, нифасы тоқтаған әйелде сәресінің алдында жуынып тазаланғаны жақсы. Мұндағы мақсат оразаны таза бастау, бірақ аузы берік бола тұрып жуынуға да болатынын ескерте кетейік. Мұндай кезде судың тамаққа кетіп қалмауын қатты қадағалау қажет. Және де әйелдің хайыз яки нифас мерзімі түнде аяқталып оразаға ниет етсе, және де жүніп кісі жуынбай ораза ұстаса, оразасы жарамды. Аузы берік адамның жақсы сөздер сөйлеуі, бос сөзбен, бос орынсыз іс-қимылдармен бойын аулақ ұстап байсалдылық танытуы мұстахаб. Пайғамбарымыз былай дейді: жалған сөйлеу мен жалған сөздермен әрекет етуді қоймаған адамның ішіп жеуді ғана доғаруы Аллахқа қажет емес. Басқа бір хадисінде небір ораза ұстағандар бар, олардың оразасында шөлдеу мен аштықтан басқа ешқандай пайдасы болмайды. Небір түнде тұрып нәпіл ғибадат еткендер бар, бірақ бұл әрекетінен ұйқысыздықтан басқа ешқандай пайда таппайды. Сонымен қатар Рамазанда мен оразамын деу сүннет. Пайғамбарымыз былай дейді: кімде-кім аузы берік болса жаман сөз сөйлемесін, дауыс көтеріп айқай шығармасын, бірақ оған тіл тигізсе немесе онымен керіскісі келсе, оған мен оразамын десін делінген. Аузы берік адам бос уақыттарын нәпіл ғибадаттармен, ғылыммен, Құран оқумен, зікір салауат айтумен өткізу керек. Пайғамбарымыз Рамазанда Жибрейіл екеуі бір-біріне кезекпе-кезек Құран оқып бір-бірін тыңдайтын. Жалпы Рамазан айының ең соңғы 10 күнінде ихтикафқа кіру сүннет. Пайғамбарымыз Рамазанның ең соңғы 10 күнінде көп ғибадат жасаған екен.